Бізде кезекті Весман котелы E6 ашып шығарып тұр. Мынау кейде көтеріліп кетеді, кейде түсіп кетеді дейді. Сосын су ашқан кезде түсіп кетеді дейді. E6 ашып қойылса, расширительный бак бар артында. Мынаны тексердік қазір. Су. Ішіне су қойып кеткен ғой, ауыз жоқ ішінде қазір. Төртеуін айырамыз, суын ағызамыз қазір. Мына жерден сосын барып қайтып қосып көреміз бұйырса. Бірінші мынаны айырамыз. Тоқтайық жейміз. Газдікін айырамыз қазір. Сосын барып төртеуін ағызып аламыз. Суын ағызып аламыз. Мынандай клапан болады. Мына жерге мен стакан қойдым. Көтереміз мынаны бүйтіп. Су ағып кеткен ішіне суын барлығын ағызуымыз керек. Мен енді мына неден шықты міне. Расширительный бачоктан. Так, біздің қаламызға орай мынандай бачок жоқ, дөңгелек бачок мынаныңкі дейтін. Басқа қаладан келу үшін бір апта уақыт кетеді. Және өзінің бачоктары қымбаттау енді. Мынау каждый қаладан табылады. Өзінікі 6 литр, но 8 литр. 8 литрмен жақсы қайнайды бұйырса. Так, оны қалай соединить етеміз? Так, мына жерге мен помор алатын. Оған мынау келеді, міне. Ол мынада тұрады. Бұйырса осын саламыз. Сосын американка міне 15-ке шығатын. Мынадан былай саламыз оны. Содан кейін мына 15-ке шланка. Екі жағада 15. Так, одан кейін міне 15-тен 13-ке шығатын. Өйткені мынаны қазір түсіріп алдым. Мынау насос жақтан келіп тұрған нәрсе. Мына артынан келеді, мынаған кіреді. Мынау манаға өзіңіз түскен, расширительный бачоктан түскен жағы міне. Осын салып, бұйырса осы жерге қондырып қосатын боламыз. Біздер орын белгілі алдық. Осындай нәрсемен тексереміз. Так, тоқ тексеретін. Тоғы жоқ екен, так, темірге қойып. Нормально, темірде жоқ. Так, тексерсек болады енді. Так, орнаттық, енді мұнысын саламыз креплениясын бүйтіп. Осылай жуып. Так, бұйырса енді қосып көреміз. Так, бізде кезекті жұмыс болды. Қазір 60-қа қойдық. 4 кранты аштық. Мынамен көтеріп алдық. Так, ыссы су жүрген кезде түсіп кетеді, ойнап кетеді деп анау. Судан так өсті де, кетті де, так котелға қосылды қазір. Так, котел, мынаны біздер Аристон 50 болып қойдық. Так, мынаны 60 қойдық. Қазір котел қосылды міне. Так, мынау бізде ойнап тұрған жоқ былай да былай. Егер сондай жағдай кездесіп жатса, мынадай ойнап кетіп тұрса, не төмен түсіп кетеді, немесе көтеріліп кетіп тұрса, бірінші мына расширительный бак артынан тексеріңіздер. Соның жоғарысынан егер су шығатын болса, онда расширительный бакты ауыстыру керек болады.
Так, причина кетті. Болды.